Армысыздар достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, тез дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Барлық керекті заттардың тізімі осы видеоның астында көрсетілген. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне 1 стакан қантымызды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Массамыз ағарып және шамалы көтерілгенше араластырамыз. Енді айранымызға 1 шай қасық соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Енді миксерленген жұмыртқаның үстіне толтырмай 1 кесе сары майды қосамыз. Сары майды алдын ала ертіп аласыздар. Жақсылап араластырып жіберіп, оның үстіне жаңағы сода қосылған айранымызды қосып жібереміз. Шамалы ұлғайып, сода реакцияға түсіп, осылай көтерілуі қажет. Енді жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнды қосамыз. Жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аласыздар. Екінші стаканды да дәл осылай електен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Міне массамыз осылай қою, қаймақ тәрізді қою болуы тиіс. Енді диаметрі 22-24 см болатын формамызға қамырымызды жақсылап орналастырамыз. Және де 160 градусқа 50 минутқа духовкаға қоясыздар. Өз духовкаларыңызға қарай әбден қызарғанша жақсылап пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін ағаш таяқшамен тексерсеңіз болады. Үстіне қалауыңызша қант ұнтағын сеуіп, шамалы суытып қоясыздар. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.